Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі пайдалы малинаның тосабын бірге дайындайтын боламыз. Ол үшін бірінші кезекте малинамызды жақсылап бір қайтара жуып аламыз және үстіне дәміне қарай қантты салып, кем дегенде 6-7 сағатқа немесе бір түнге қалдырсаңыздар болады. Мінекей, осылай менде еріп шықты және де баяу отқа осылай бір құйтып қайнағанша қоямыз. Бір құйтып қайнаған соң бетіне шыққан осындай көбіктерін міндетті түрде алып тастайтын боламыз. Жалпы көбі малинаны қайнатпайды екен. Яғни малинаға қантты салып блендерли салады екен. Негізі солай дұрыс екен. Яғни солай пайдалы. Сол себепті де мен келесіде малинаны қайнатпай солай блендерлеуді шештім. Осылай қайнап көбігін алып тастағаннан кейін тағы да вареньені суыған соң тағы 1-2 минут қана бұрқылдатып қайнатып аламыз. Осымен біздің вареньеміз дайын. Қысқа сақтауға келеді, ешқандай да азып көгермейді. Сіздер де міндетті түрде дайындаңыздар. Тұмау кезінде осы малинаның вареньемен шай ішкен пайдалы деп жатады. Сондықтан да міндетті түрде жасаңыздар. Ал мынау менде осы вареньеден шыққан жалпы көбік. Бұны мен үнемі алып тастаймын. Кез келген вареньені қайнатқанда бетінде көбік шығады, соны үнемі алып тастап отырамын. Енді осы дайын болған варенье әбден суыған соң банкілерге салып жауып тастасаңыздар болады. Назар қойып қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма міндетті түрде тіркеліп өтіңіздер. Каналымда түрлі тәттілердің, сусындардың, тағамдардың және де салаттардың түрі бар. Сіздерге пайдалы болатынына сенімдімін. Сол себепті де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал қалған малинаны мен қатырып қойдым. Қатырған малинаны мен кашаның бетіне, балаларға каша бергенде және де пирог пісіргенде пирогтың бетіне әсемдік ретінде пайдаланамын. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.